Ринат мырзаның көңіл күйі қалай екен? Ринат мырза, жаңа аккаунтымды өзгерттім дедіңіз ғой. Неге бір жай болмайтын болып шештіңіз ба? Жоқ, бұл жай деген ол просто Ж еді ғой. Бәсе. Бір жай болмай қалды ма деп ойлағам ғой. Не ғой, сіз өзіңізді қандай номинацияда барын деп ойлайсыз? Білмеймін енді. Жоқ, қандай шешеді, сондайға жатсаңыз. Мен ондай қандай. Көңіл түсіру деген бізде ондай жоқ. Қандайға жібереді, сондайға жатсаңыз. Қалай ойлайсыз, кім қандай номинацияда болуы мүмкін? Өз қалайсыз? Жақсы, өзіңіз. Студияны таппай қалды ма, кетіп қалды ма деп ойлап едік бәріміз. Сырға салуда жұмыстарым көбейіп кетті. Мен енді біз Кореяға кетемін. Документтермен болмай жатыр. Иә. Және мен айта кетейін, бізде ешқандай да той болған жоқ. Жазыпты той деген мен айтар едім, ең күшті сырға салу болды деп. Бірінші басқалар солай сырға салу жасамайды ғой. Біз деген кәдімгі той қылып жатыр. Ұлдардан ба? Иә. Өзіңіз қыздар болсын, ұлдар болсын. Нормаль номинация орындарға Ернар баратын сияқты, Әлшер баратын сияқты, Расул бару керек, Укучук бару керек деп ойлаймын. Ол сіз үшін ең норм номинация қандай, нормальный дедіңіз жаңа? Мысалға, жақсы қатысушы деген жақсы, қатысушы деген жасадық. Әлі ол той емес, соны ескерте кетейік. Одан кейін, сіз маусым номинациясы деген тізімде бармын деп ойлайсыз ба? Қандай тізімде барсыз? Мен білмеймін, вряд ли бармын. Мен ойлаймын, ешқандай үміткер қабылдамаған қатысушы деген номинациялар жоқ. Қабылдамадыңыз ба мүлде? Мүлде, Алишерден басқа ешқандай қабылдамадым. Мәссаған. Өзінің махаббатына берік деген номинацияда отыр. Басқа номинациядан күтпейсіз өзіңізді? Жоқ, күтпеймін. Енді маусым жұбы деген может үмітті болатын шығар. Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Қосылайықтың сүйікті де секілді көрермендері бүгін 14:30-да Қосылайықты жіберіп болмаңыздар, себебі бүгін Тәуіржан мен Айгүлдің таныстығы қалай болып жатыр. Және де ең маңыздысы, бүгін бізде 14:30-да номинациялар шығады. Кім қандай номинацияға ілікті, кімде кім жарысып жатыр бір-бірімен, бәрін бірге көретін боламыз. Сондықтан алыстамаңыздар, бәріңізге сәттілік.